Өз денесіндегі түсініксіз өзгерістерден қорыққан Питер көмек сұрап доктор Брюс Бэннерге барады. Кездесу Марвел әлеміндегі канондық оқу орны Empire State университетінің қабырғасында өтеді. Бұл жер кезінде Питердің өзі, Гвен Стейси және Гарри Осборн білім алған киелі мекен. Бэннердің өзі де тыныш емес. Трейлерде ол халықты басып тастау үшін арнайы құрылғы қолданатыны көрінеді. Алайда инсайдерлік ақпараттар бойынша біз бұл фильмде халықтың жаңа бір қырын, сор халықты немесе Джо Фикситті көруіміз мүмкін. Комикстерде өлмекші адаммен халық бірнеше рет шайқасқан. Мысалы, The Amazing Spider-Man нөмір 328 санында Питер халықты орбитаға дейін ұшырып жібере жаздаған. Бірақ ол кезде Питер капитан әлемнің ғарыштық энергиясына ие болған еді. Ал бұл фильмде ол халыққа тек өзінің мутацияланған күшімен ғана қарсы тұруға мәжбүр болуы әбден мүмкін. Трейлердегі ең қорқынышты деталь Питердің қызылға боялған немесе қараға боялған ба көздері және өрмекшілердің үш сатылы өмірлік циклі туралы әңгімелер. Бұл Паркердің біртіндеп кәдімгідей өрмекші жәндікке айналып бара жатқанын меңзейді. Дәл 90-шы жылдардағы мультсериалдағыдай. Комикс сілтемелеріне келсек, мұндай метаморфозалар комикстерде болған. Six Arms сага, яғни 6 қолды сага немесе The Amazing Spider-Man нөмір 437 санында Питер нағыз құбыжыққа айналған болатын. Трейлердің бір сахнасында монитордан Superior деген жазуды көруге болады. Бұл атақты Superior Spider-Man комикстеріне ишара. Онда Отто Октавиус Питер Паркердің денесін иемденіп, жетілдірген өрмекші адамға айналатын еді. Бұл фильмде бізді Питердің санасымен байланысты үлкен сюрприз күтіп тұрған сияқты.